Алтын жұлдызша бальзамы. Халық оны вьетнамдық жұлдызша деп те атайды. Кеңес заманында препарат көптеген адамдарға әртүрлі аурулардан жақсы көмектесті және міндетті түрде үйдегі алғашқы көмек жинағында болды. Препарат Вьетнамда жасалды. Осыдан оның танымал атауы вьетнамдық жұлдызша пайда болды. Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін көретін болсаңыздар, біз сіздерге алтын жұлдыз бальзамының пайдасы мен зияны туралы барлығын айтып беретін боламыз. Ал сіздер бальзамның тағыда не істей алатынын білген кезде таңғалатын боласыздар. Бальзамның тарихы. Препарат Вьетнамда 1954 жылы жасалған. Ал 1975 жылдан бастап ол Кеңес одағына, содан кейін посткеңестік елдерге жеткізіле бастады. Кеңес адамдарының арасында препарат арзан бағаға, табиғи құрамға, қарсы көрсетілімдерінің минималды санына, қолданудың қарапайымдылығына және әрине тиімділігіне байланысты танымал болды. Препарат құрамында Вьетнамның халықтық медицинасында қолданылатын ең танымал шөптердің эфир майлары бар. Вьетнамдық жұлдызшаның пайдалы құрамы. Бальзам өсімдік негізіндегі табиғи компоненттерден тұрады. Оларға мыналар кіреді: ментол, камфора, жалбыз майы, эвкалипт майы, қалампыр майы және даршын майы. Табиғи компоненттердің арқасында вируспен және суық тиюмен күресуде тиімді кешенді құрал болып саналады. Камфорамен біріктірілген кристалды ментол бас ауруы мен созылмалы ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Ментолдың салқындату әсері аллергия мен күйік кезінде тітіркену мен қышуды азайтуға мүмкіндік береді. Камфора сонымен қатар фиброзит пен невралгияға қарсы қышыма мен ауырсынуды басатын қасиетке ие. Даршын майы жоғарғы тыныс жолдарының ауруларын емдеуде антисептикалық әсерге ие. Сонымен қатар жүйке ұштарын тыныштандырады және стрессті жеңілдетеді. Ал қалампыр майы спазмолитикалық әсерге ие және инфекциялардан қорғайды. Жалбыз майы суық тию мен тұмауға, сондай-ақ тері қабынған және тітіркенген кезде қолданылады. Бас ауруын тыныштандырады және көптеген шыбын жәндіктерді алыста ұстауға көмектеседі. Итмұрын және эвкалипт майы ең алдымен бактерияға қарсы және вирусқа қарсы әсерге ие. Тыныс алу жолдарының инфекцияларын, жөтелді, бронхитті, қуыстардың қабынуын, мұрынның ағуын емдеуде қолданылады. Мұндай бальзам барлық ауырсынуды жақсы тоқтатады және дене температурасын реттейді. Бальзамның пайдалы қасиеттері және оны қалай қолдануға болады. Шын мәнінде бұл табиғи препараттың медицинада және күнделікті өмірде де көптеген пайдалы қасиеттері бар. Негізінен препарат әртүрлі жәндіктердің шағуына қарсы тиімді болып келеді. Ал бұл оның ресми бөлігі. Бірақ нұсқаулықта бұл дәрі-дәрмектің көптеген жылдар бойы қолданған көптеген басқа да қабілеттері көрсетілмеген. Суық тиюге көмектеседі. Вирустың және суық тиюдің, соның ішінде мұрынның ағуы мен тұмаудың алдын алу және емдеу үшін мұрын мен мұрын қанаттарының сыртқы бетіне бальзамды жағу керек. Сондай-ақ сізге жұлдызшаның хош иісімен демалуға болады. Осылайша 30-60 секунд ішінде эфир майлары аурудың белгілерін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар жұлдызшамен арқа мен аяқты ысқылауға да болады. Бұл суық тию белгілерін жеңілдетуге және жалпы жағдайды жақсартуға көмектеседі. Бальзаммен ингаляцияда жасауға болады. Ол үшін 1 литр ыстық суға бальзамның кішкене бөлігін қосыңыз. Басыңызды сүлгімен жауып 10 минут бойы бумен демалу керек. Бірақ абай болу керек. Тым ыстық бумен демалуға болмайды. Себебі шырышты қуыс күйіп қалуы мүмкін. Жөтел кезінде ысқылау. Сондай-ақ бальзамды кеудеге, арқаға, мойынға және басқа ысқылауға болады. Ол үшін бальзамды толық сіңгенше ысқылау маңызды. Дегенмен оны жүрек аймағына ысқылауға болмайды. Процедураны күн сайын ұйықтар алдында жасаңыз. Ал кейін жақсылап оранып ұйықтауға жатыңыз. Бұл процедураны жөтел толығымен жойылғанша дейін қайталап отыру керек. Бел мен бұлшық ет ауырсынған кезде. Белдегі, буындардағы және бұлшық еттердегі ауырсынуды жою үшін ауырсынуды сезінетін жерлерді бальзаммен жақсылап ысқылау керек. Анальгетикалық әсердің күші жақсы болу үшін өңделген аймақты жылы сүлгімен орап тастау керек. Тырнақ грибогынан құтқарады. Бальзам грибок инфекцияларымен жақсы күреседі. Препарат теріні жұмсартады. Бактерияға қарсы әсері бар. Емделу процесін жеделдетуге ықпал етеді. Грибоктан құтылу үшін сіз күн сайын жұқтырған тырнаққа бальзамды жағып отыруыңыз керек. Процедураны кешке ұйықтар алдында жүргізу қажет. Өкшедегі мозольді жұмсартуға көмектеседі. Өкшедегі қатты теріге және жарықтарға бальзамның жұқа қабатын жағып, шұлық киіп түні бойы қалдыру керек. Таңертең аяқтарды жуып жұмсарған теріні пемзамен алып тастау керек. Процедура күніне 1 рет жасалады. Бальзам жұмсартатын және қабыршықтайтын әсерге ие. Бұл аяқтың терісін нәзік және жұмсақ етеді. Бас ауруы мен мигренді тиімді түрде жеңілдетеді.
Ол үшін басыңыздың екі жағын және құлақтың артындағы теріні бальзаммен ысқылау керек. Жақпа жағылғаннан кейін 15 минут аралығында сіз айтарлықтай жеңілдік сезінесіз. Дегенмен бұл уақытта біраз демалу керек. Тіс ауруын жеңілдетеді. Бұл жағдайда сіз бальзамды ауыратын тістің астындағы иекке жақсылап ысқылай аласыз. Ал одан да жақсы әсерге қол жеткізу үшін құлақтың астындағы жағына аздап қана жағып уқалауға болады. Көгеру мен созылу белгілерін жояды. Бальзамды бір шымшым тұзбен араластыру керек. Дайын қоспаны көгеру мен созылу белгілері бар жерлерге жағыңыз. Үнемі қолданған кезде бұл олардың тез тартылуына көмектеседі. Өйткені бальзам қан тамырларының кеңеюіне ықпал етеді. Радикулит кезінде бальзамның аз мөлшерін проблемалық аймаққа толық сіңгенше сүрту керек. Бальзамды бірнеше ай бойы күніне 2-3 рет қолдану керек. Стресс пен жүйке ауруларынан көмектеседі. Бальзамның тағы бір ерекше әсері жүйке жүйесіне әсер етеді. Оның құрамына кіретін эфир майының арқасында ол шамадан тыс мазасыздық белгілерін, сондай-ақ стрессті жеңілдете алады. Ол үшін жұлдызша бұршағын жылы ваннаға қосып, оны ұйықтар алдында қабылдау керек. Сонымен қатар емдік бальзам күнделікті өмірде де пайдалы болып келеді. Бірінші, үй жәндіктерінен қорғайды. Жұлдызша толығымен табиғи препарат екенін атап өткен жөн. Сондықтан құрамы химиялық жәндіктерге қарсы заттармен салыстырғанда бальзам қауіпсіз алмастырғыш болып келеді. Жазда шыбын жәндіктер пәтерге немесе үйге ұшып кірмеу үшін терезенің жақтауларын бальзаммен майлап тастау жеткілікті. Өткір иіс барлық шақырылмаған қонақтарды ұзақ уақыт бойы қашықтықта ұстайды. Екінші, шыбындардың шағуынан қорғайды. Бұрын айтылғандай жұлдызшаның өткір иісі барлық жәндіктерді қорқытады. Мұны істеу үшін табиғатта серуендеу алдында терінің ашық жерлерін бальзаммен жағып алыңыз. Үшінші, хош иістендіргіш ретінде әрекет етеді. Бальзам жағымсыз иісті басады және бөлмедегі ауаны дезинфекциялайды. Ол үшін бальзамды сумен араластырып, оны бөлмеге тарату керек. Ал сіз жұлдызшаны қалай қолданасыз? Комментарийде бізбен бөлісе кетіңіздер. Жұлдызшаның қарсы көрсетілімдері. Алтын жұлдыз бальзамы бұл табиғи өнім, сондықтан ешқандай қарсы көрсетілімдері жоқ деуге болады. Алайда препараттың компоненттеріне жоғары сезімталдылықта жүкті әйелдерге және 5 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Сондай-ақ бальзамды зақымдалған теріге, ашық жаралар мен жарықтарға, экземаларға, сондай-ақ нүктелік бөртпелерге де қолдануға тыйым салынады. Бальзамды қолданар алдында дәрі-дәрмектің құрамдас бөліктеріне аллергиялық реакциялардың пайда болу қаупін тексеру үшін терінің кішкене аймағына жағып алып тексерген дұрыс болады. Басқа жағдайларда жұлдызша аса пайдалы өнім болып табылады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.